Маған осындай комментарий келіп түсіпті. Бұл комментарияны жауапсыз қалдырғым келген жоқ. Егер сізде де дәл осындай сұрақ туындаған болса, бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Мен бұны жазып отырған кісімен толықтай келісемін, бірақ ескеретін жағдайлар бар. Біз антибиотикті пробасы салатын болсақ, оны тікелей көк тамырға саламыз, и ол бүкіл организмге бірден тарап, бірден өзіндік бүкіл организмге өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал егер проба жасайтын болсақ, ол жергілікті ғана әсер көрсетеді. Ол жердің қызаруы, бөртпелердің пайда болып, ісінуі байқалуы мүмкін. Екінші жағдай оның көлеміне байланысты. Біз тамырға антибиотикті енгізген кезде 5 мл енгізетін болсақ, проба жасаған кезде 0,1 мл ғана қолданамыз. Көріп отқандарыңыздай, олардың разницасы әлде қайда жоғары. Үшінші жағдай анафилактикалық шок шақырды дегеннің өзінде, тамырға бірден салып жібердіңізде, анафилактикалық шок шақырды. Сіз ол кезде скорийді шақырам дегенше, ол келем дегенге дейін, ол адамның жағдайы әлсіреп, тіпті ол адамнан айырылып қалуыңыз мүмкін. Ол кезде сіздің үйіңізде адреналин, эуфилин, преднизолон деген дәрілердің болмауына байланысты сіз алғашқы көмек көрсете алмайсыз. Себебі ол бүкіл организмге тарап кетті, ал оны шығару үшін де біраз уақытты талап етеді. Ал проба жасаған кезде анафилактикалық шокты тамырға енгізген сияқты әсер көрсетпейді. Сол үшін де сіздің ол кезде көмекті көрсетуіңіз әлде қайда жеңіл болады. Скорый келгенше ол кісінің жағдайы әлде қайда бір қалыпты сақталып тұрады. Сол үшін де менің айтатыным, кез келген дәріні проба жасау ол өте маңызды. Алла тағаланың өзі айтады, сақтансаң ғана сақтаймын дейді. Сондықтан да тіпті пробаның өзі анафилактикалық шок шақырады екен деп, оны бірден тамырға салудың қажеттілігі жоқ. Кез келген дәріні проба жасаңыздар. Денсаулық ол өзіңізге керек, сақтансаңыздар ғана сақталасыздар. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.